Құрметті достар, армысыздар, құрметті Өскемен қаласының тұрғындары, құрметті достар, ата әжелер, аға жеңгелер, бауырлар, достар, сіздерге бір айтарым. Қазір енді алаяқтық өте басым болып тұр. Ертіс полиция бөлімінің ескертуінше сіздерге айтарым, алданып қалмаңыздар, құрметті достар, алданып қалмаңыздар. Қазір неше түрлі болып звондайтындар бар, банктен звондап жатырмыз, андан звондап жатырмыз, мындан звондап жатырмыз деп неше түрлі SMS-терде келуі мүмкін. Сондықтан да алдымен сіздерге айтар бір сөзім, сол банктен хабарласып біліп алыңыздар. Осындай маған келіп жатыр, расымен ба, өтірік па, шын ба деген секілді. Сондықтан да алданып қалмаңыздар, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, аман болайық. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Қазір кейбір мына сайттарда Тұрсынбек бір массажға барды дейме, сондай бір ақпараттар тарап жатыр, рейд барысында деген бір өтірік ақпараттарды. Сондықтан да сенбеулеріңізді сұраймын. Мен ешқандай жерге барған жоқпын, ешқандай жерде ұсталған жоқпын. Бұл жалған. Бәлкім менің сол жаңағы бір концерт берейін деп отырғаным алдында біреулердің білмеймін аяғым шалып жатқан шығар. Бұл өтірік ақпарат. Мен Алматы қаласындамын, 15 күн болды. Мен ешқандай Манхэттен деген жерді білмейді екенмін. Ешқандай дәлелдері жоқ. Өтірік ақпарат таратып жатырғанына сенбеңіздер. Мен Алматы қаласындамын. 15 күн болды Алматыда жүргеніме. The Voice Қазақстан бағдарламасын жүргіздім бір аптадай. Одан қалды қала күні болды Алматының, 2 күн соны жүргіздім. Бүгін де Алматы қаласында бір үлкен іс-шарада. Сондықтан да бұл өтірік ақпарат. Сенбеңіздер, достар. Сосын сен не дедің? Кім жансың? Папаның жаным. Кім балысың? Папаның жаным. Ой, балым. Кім көкесі? Папаның көкесі. Кім бөпесі? Папаның көкесі. Кімнің қошақаны? Папаның қошақаны. Кім ботақаны? Папаның ботақаны. Кімнің қонжығы? Папаның қонжығы. Кімнің гүлі? Папаның гүлі. Кім балы? Папаның балы. Оның? Папаның жаны. Көкесі. Жаным соус, красавица. Ал өшіресің бе? Дайте.